Сәлем достар, сонау 2016 жылы Дэдпул фильмінің бірінші бөлімін көргенде, бұл фильм маған тек комедиялық жанрдағы әзілге толы, астыртын мағынасы жоқ фильм сияқты көрінді. Қазірде де солай. Бюджеті аз болғандықтан, өзімен қатарлас блокбастерлер сияқты жақсы сюжет көрсете алмады. Енді жақында шыққан екінші бөлімі бұл олқылықтар түзеп қоймай, әзілді екеселеп, экшнға ақшаны аямай қойған. Тіпті актерлік құрамда қалта көтеретін дәрежеде. Экшн сценалар өте мықты шыққан. Өйткені бұл фильмде әйгілі киллер Джон Уик туралы фильмнің режиссері Дэвид Линч түсірген. Кәдімгі Джон Уиктің атмосферасы сезіледі. Көрші киноәлемде танысын рөлін сомдаған Джош Бролин бұл фильмде антагонист кейіпкер Кейблдің рөлін сомдайды. Бұл актер осы жылы мол қаржымен пиарға кенелді. Бір уақытта бір айда шыққан екі танымал фильмде кинокомикстегі танымал кейіпкерлерді сомдау екінің бірінің қолына келмейді. Басты рөлдегі актер Райан Рейнольдс осы жолда барын салды. Өйткені бұл жоба оның баласы сияқты болып кеткен. Ал бұл фильмді түсіремін деп, ол 2006 жылдан бері талпынып келген. Алғашқы нақты қадам 2015 жылы жасалды. Интернетке Дэдпул фильмінің тесттік видеосы шығып, тарап кеткен. Соның арқасында фанаттар бұл фильмнің шыққанын қалап, авторларға біраз қолдау көрсеткен. Нәтижесінде осы жылы біз Дэдпулдың екінші фильмін көріп отырмыз. Болашақта да кино түсірушілер бұл кейіпкердің айналасында бірнеше фильмді түсіреміз деп жоспарлауда. Жалпы фильм туралы айтатын болсақ, олар сюжетті баяндау концептісін өзгерткен. Біріншісіне басқаша еді. Ол кезде сценарий тек бір кейіпкердің махаббат хикаясымен түрлі кинокомикстік шаблондармен жұмыс істейтін. Ал қазір бірнеше оқиғалардың өрбуін, яғни аяқ асты күтпеген сценалар, тіпті біз ойламаған сюжеттік твистер болады. Бұл фильмдегі ең қызығы да шыжығы басты кейіпкер мен көрермендер арасындағы шекараның жоқтығы. Яғни Дэдпул залдағы көрермендермен тікелей сөйлеседі. Өз ойын жасырмайды. Бұл киноның басынан аяғына дейін жалғасады. Тіптен кинодан тыс оқиғаларға, кейіпкерлерге сілтеме жасайды. Дәл осындай стиль фильмді басқа суперқахрамандық кинолар арасынан ерекшелейді. Дэдпулдың басқаша шаблоннан тыс образы көрермендерге өте қатты ұнайды. Бұндай стильдегі әзілдерден бөлек, белден төмен әзілдер өте көп. Алдыңғы фильмдегі порция бұл бөлімде екі еселенген. Өтпей қалған бір-екі тұстарын есепке алмағанда әзілдері өтті. 18+ рейтингісін толығымен қолданған. Қанды қырғындар, атыс шабыстар өте тиянақты көрсетілген. Бірде-бір бас артық шабылмайды. Комедиядан бөлек драмаға да орын табылған. Кей кезде басты кейіпкер кәдімгідей депрессияға түсіп кетеді. Фильмде тек махаббат немесе біреудің артын құтқару емес, достық, команда, сенім, олар бұлай тұрсын ең басты тақырыбы отбасы болып отыр. Яғни Дэдпулдың отбасы құруға шабыт ашылып, балалы болудың мәнін түсіне бастайды. Фильмдегі әйгілі Стэнлидің камеосы онша шықпады. Тіптен біраз көрермен оны байқамады. Ол бұлай тұрсын, актер Брэд Питттің камеосы тіптен күлкілі шыққан. Онымен қоса X адамдардың толық құрамында байқауға болады. Хью Джекманды да соңғы титрлардағы сценалардан көруге болады. Бірақ көрермендердің басым көпшілігі бұл фильмде әйгілі актерлер Мэтт Дэймон мен Алан Тюдиктің түскенін тіптен байқамайды. Дэдпулдың екінші бөлімі бірінші бөлімнен асып түсті. Фильм маған ұнады. Комедия жанрына тоймайтын көрермендер үшін таптырмас кино. Сіздермен болған ойын білдірген Данияр Тәжімбет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.